Көріпкелдің қызметіне жүгінген адамдар жауапқа тартылады. Сәлем достар, сіздермен бірге News.kz арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі көріпкелдер мен емшілерге ғана емес, олардың клиенттеріне де заңды шара қолданады деп жазады Стан.kz. Ішкі істер министрлігі жедел профилактикалық тексерулер барысында 150-ден астам азаматтың көріпкелдер мен емшілерге жүгінгені анықталды. Мұндай заң бұзушылықтардың алдын алу үшін көріпкелдер мен сиқыршыларға жүгінген барлық азаматтар ішкі істер министрлігінің бөлімшелеріне жеткізіледі. Олардың деректері ішкі істер министрлігінің мұрағатына енгізіледі деп хабарлады министрлік. Тәжікстан азаматтарының балгер мен көріпкелдердің қызметіне не себепті жүгінгені белгісіз.